Так, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Начнем, иншаллах. Бисмиллахи алхамдулиллахи нахмадуху настагинуху настагфируху наузу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah вахдаху ла шарика лах wa ashhadu anna Muhammadan абдуху ва расулух. Так, біздер 10-шы сабаққа келіп жеттік. Ад-домаир деген бізде тақырып бар екен. Ад-домаир дегеніміз сестры ол местоимения дегенді білдіреді. Ад-домаир деген местоимения. Ад-домаир ол домир деген сөздің көпше түрі. Дамир деген көпше түрі. Ад-домаир. Домаир деген дамир деген сөздің көпше түрі. Енді ол местоимение деген сөз. Местоимение деген ол мен, сен, ол деген сияқты заттар, сөздер. То есть ол біз білеміз өзімізден да ол бірінші, екінші және үшінші жаққа бөлінетін білеміз, бірінші, екінші, үшінші жаққа бөлінетін білеміз. Я, ты, он деген сияқты. Сол сияқты енді ол шарықта қарастырып көрейік иншалла, сосын тақтаға жинақтап жазамыз. Не дейді? Араб тілінде ад-домаиру салясатун дейді. Дамирдің үш түрі болады дейді. Үшеу. Олар дейді, біріншісі әл-мутакаллим. Әл-мутакаллим деген сөздің жалпы тілдік мағынасы ол тот, кто говорит. Тот, кто говорит. То есть бірінші жақтың дамирлері ол әна және бәйти. Әна және бәйти. Әна дегеніміз ол мен деген сөз. Әна ол мен. Ал бәйти дегенде жалғанған мына тұрған мына тұрған менің үйім деген мағынаны береді сестры. Бәйт деген үй. Ал оған қосылса, ол яул мутакаллим деп аталады, яул мутакаллим. Бірінші жақтың иясы. Былай айтқанда, бірінші жақтың иясы. Деген бір әріпті айтып тұрмыз ғой мына жерде. Сол бірінші жақтың иясы деп аталады. Сол сөзге қосылғанда менің дегенді білдіреді. Мені деген сияқты мағынаны білдіретін болады. Мына жерде бәйти деген сөз менің үйім деген сөз. То есть бәйту әна деп айтпаймыз. Мысалы, бәйту әна деп мына жерге қоя алмаймыз. Жоқ. Неге? Потому что дамирлер сестры екіге бөлінеді. Жазылуы жағынан, ол муттасил болып бөлінеді және мунфасил болып бөлінеді дедік, Муттасил ол бірге жазылатын дамирлер, және мунфасил ол бөлек жазылатын дамирлер болып саналады. То есть мен студентпін дегенде әна толибун деп айтамыз. Ал менің үйім әдемі десек, онда бәйти деген яны қолданамыз екен сестры. Түсінікті ма? То есть муттасил болады, бірге жазылса, бөлек жазылса, мунфасил деп аталады. Дамирлер осындай түрде бөлінеді. Сондықтан бізге әл-мутакаллим деп екеуін көрсеткен. Әна және бәйти. Екеуі де мутакаллим. Бірінші жақтыкі. Мен және мені деген мағынаны білдіретін. Әна мунфасил, яул мутакаллим, муттасил. Себебі ол сөзбен қосылып жазылады. Әна сөзден бөлек жазылады сестры. Әл-мутакаллим бірінші жақтыкі әна немесе бәйти дейді. Әл-мухатаб ол тот, кому мы обращаемся, тот, кому мы говорим. Аль-мухатаб екінші жақты білдіреді. Сен дегенді білдіреді. Анта немесе анти. Анта для мужского рода, анти для женского рода. Байтука немесе байтуки. Немесе байтуки. То есть анта деген сен, ты. Анти деген сен, ты деген для женского рода, когда мы обращаемся. Байтука джамилун. Сенің үйің әдемі десек, байтука деп айтамыз. Байту анта деп айтпаймыз. Байту анта деп айтылмайды. Байтука сенің үйің деген мағынаны алу үшін біздер каф деген әріпті қосады сестры. Екінші жақта каф деген әріп бар. Ол каф ка деп мужской родта келеді, ки деп женский родта келеді. Байтуки джамилун. Анти толибатун деп келеді мысалы. Түсінікті ма? Бұл екінші жақтың дамирлері. Әрине бұл жерде анта, анти олар дамир мунфасилдар. Байтука, байтуки дегендегі каф ол
кафул мухотаб деп аталады достар. Кафул мухотаб. Каф деген әріп, иә. Кафул мухотаб деген мағына ол екінші жақтың дамирі, екінші жақтың кафі, былай айтқанда, екінші жақтың кафі деп аталады. Бұл тоже дамир болып есептеледі. Дамир муттасил, бірге жазылғандықтан. Үшінші группа ол әл-ғаиб, үшінші жақтың дамирі. Ол әл-ғаиб деген бізде қазақтарға айтатыным, мен постоянно айтамын, оңайырақ, иә, себебі көп деген сөздер біздің қазақ тілімізде де бар. Сондықтан әл-ғаиб деген жоқ нәрсе, иә, жоқ нәрсе, то есть отсутствующий, былай айтқанда. Ол үшінші жақ, ол деп мысалы біреу туралы айтқанда, иә. Хуа ол мужской родқа, хия ол женский родқа айтылады. Хуа ол мұғалім, мысалы хуа мұғалимун, немесе хия мұғалиматун, ол мұғалім деп ана учительница дегенді білдіреді. Яғни хуа бұл жерде хия немесе дамир мунфасилдар, байтуху, көрдік па? Байтуху оның үйі, немесе байтуха деген болады, ол оның үйі для женского рода, сестры. Байтуха деген оның үйі для женского рода. Бұл жерде ха уль ғоиб деп аталады, ха уль ғоиб деп аталады, немесе ха уль ғоибати деп аталады, сестры. Бұл ха уль ғоибати. Ха уль ғоибати. То есть ха уль ғоибати бізде ху, байтуху дегендегі, немесе ха байтуха дегенде хамен, ха әрпімен алиф қосылған. Ха деген ха уль ғоибати, сестры, ғоибати деген для женского рода. Енді хуа мунфасилдер, байтуху, байтуха дегенде муттасилдер болып есептеледі, түсінікті ғой. Енді жалпы бұл үш жақты айтты бізге. Муттасил, мунфасилді бізге көрсетті. Енді мысалдарды оқып шықсақ, әл-мутакаллим, әл-музаккар, әл-муаннас дейді. Бірінші жақтың дамирлері, сестры, родқа бөлінбейді. Родқа бөлінбейді. Әна және яул мутакаллим, ол мужской родқа да, женский родқа да пайдаланылады. Мысалы, хаза байти деп менді айтам, немесе ер адамды айтады. Мысалы, хаза байти, бұл менің үйім деген сияқты. Исми Мухаммадун, исми Фатимату. Мысалы, яул мутакаллим екеуіне бірдей қолданады. Аби ва умми фил байти. Айнди қоламун, ли ахун. Менде қалам бар, менің ағам бар деген мысалдарды бізге берілген. Айнди, ли деген нәрселерді келесіде өтеміз иншалла. Әл-мухатаб, әл-музаккар. Екінші жақтың мужской родында. Хаза байтука. Бұл сенің үйің. Масмука. Сенің есімің кім? Сайяратука джамилатун. Сенің машинаң әдемі. Неге джамилатун деп қойған? Себебі сайярату туралы, машина туралы айтып жатыр. Машина дегеніміз женский родта, сондықтан сайяратука джамилатун деп айтылады. Абука ва уммука фил байти. Так, сестры, продолжим. Я сейчас забыла вам это открыть. Так, далее. Дейді сайяратука джамилатун. Сайяратука джамилатун. Сенің машинаң әдемі. Абука ва уммука фил байти. Аиндака қоламун алака ахун. Деген бұл әл-мухатаб, әл-музаккар, екінші жақ мужской родтағы мысалдар. Әл-мухатаб, әл-муаннас дейді, екінші жақ женский родта. Хаза байтуки, масмуки, сайяратуки джамилатун. Абуки ва уммуки фил байти, аиндаки қоламун аляки ахун деген сияқты мысалдар берілген. Үшінші жақта әл-ғаибул музаккар. Үшінші жақтың мужской родындағы. Хаза байтуху, бұл оның үйі. Масмуху, оның есімі кім? Сайяратуху джамилатун, оның машинасы әдемі. Абуху ва уммуху фил байти, оның әкесі және оның мамасы үйде. Аиндаху қоламун, ал онда қалам бар ма? Немесе аляху ахун, оның ағасы бар ма деген мағынаны береді. Әл-ғаибул муаннас. Үшінші жақтың муаннас, женский родында. Хаза байтуха, бұл оның үйі. Масмуха, оның есімі кім? Сайяратуха джамилатун, оның машинасы әдемі, әйел адам туралы айтып жатыр. Абуха ва уммуха фил байти.
Аиндаха қоламун, онда қалам бар ма? Немесе аляха ахун, оның ағасы бар ма деген мағынаны білдіреді. Бұл түсінікті ғой. Енді иншаллах соны біздер тақтамызда жинақтайық. Тақтамызда жинақтайық иншалла. Домаир сөзтүрі. Домаир біздің тақырыбымыз. Домаир бірінші жақта, бірінші ол әл-мутакаллим дедік, е? Әл-мутакаллим. Әл-мутакаллим ол немесе әна бірінші жақтыкі, немесе я-ул-мутакаллим. Мутакаллим, я-ул-мутакаллим. Немесе ол, мысалдар айтатын болсақ, әна. Әна Фатима ту, мысалы, әна Фатима. Немесе хәзә китаби. Хәзә китаби. Бұл қалай аударылады? Хәзә китаби бұл менің кітабым. Ал бұл кітап менікі дейтін болсақ, хәзәл китабу, бәділмен айтамыз. Хәзәл китабу ли, менікі. То есть, мына екеуін разницасын түсініп отырмыз, я? Хәзә китаби бұл менің кітабым, немесе хәзәл китабу ли деген сөз әлләм бізде принадлежностьті білдіретін харф, жар, я? Бұл кітап, немесе мына кітап, менікі ли деген мағынада да харф жарға да бізде я-ул-мутакаллим қосылған сөз түрі. То есть, біздер мына жерден көріп тұрмыз, әл-мутакаллим бірінші жақтың дамирлерін көріп тұрмыз, я? Әна және я-ул-мутакаллим сөз түрі, я? Я-ул-мутакаллим. Так, әна Фатима, хәзә китаби, және я-ул-мухатаба, я-ул-мутакаллимді көріп тұрмыз. Я-ул-мухатаб емес. Так, далее. Так, бұл бірінші жақтың дамирлері еді. Енді екінші жақтың дамирлері бар, ол әл-мухатаб деп аталады, әл-мухатаб деп аталады. Екінші жақтыкі олар бөлінеді уже, бірінші жақтыкі бөлінбесе мужской род пен женский родқа, ол екінші жақ бөлінеді. Әна және әнта және әнти, немесе кафул. Кафул мухатаби, мухатаби. Ка деген, я? Ка деген. Немесе кафул мухатабати деп айтады сөздер. Мухатабати женский родта айтады, ол ки деген сөз, я? Ки. Ки. Осылай бөледі. Әнті, әнти, немесе ка, ки деп бөледі. Мысалдар. Әнті табибун. Сен дәрігерсің. Немесе әнти табибатун деп айтылады, я? Әнти табибатун деп айтылады, я? Бұл дамир мунфасилдер. Сен дегенді білдіреді. Немесе китабу ка жадидун. Сенің кітабың жаңа. Китабу ка жадидун. Немесе китабу ки жадидун. Немесе сенің кітабың жаңа деп біздер әйел адамға айтып жатырмыз. Бұл екінші жақтың дамирлері, я? Екінші жақтың дамирлері муттасил және мунфасил деп бізге берілген. Үшінші жақтың дамирлері бар, ол әл-ғаиб деп аталады, я? Әл-ғаиб деп аталады. Олар хуа, немесе хия. Хуа, хия. Ол дегенді білдіреді. Он ана дегенді білдіреді, я? Немесе ха-ул-ғаиби деп айтады. Ха-ул-ғаиби. Уже муттасил түрлері ол ху деген, я? Ху. Немесе ха-ул-ғаибати. Ғаибати. Ол ха деген. Ол ха деген. Мысалы, бұлардың барлығы әл-ғаиб үшінші жақтыкі болып саналады, я? Кейбіреулер мунфасил, кейбіреулер муттасил сөз түрі, я? Мысалы, хуа мударрисун жадидун.
ол жаңа мұғалім. Немесе хия мударрисатун. Уже әйел адам туралы айтып жатырмыз, иә. Жадидатун болады уже. Хия мударрисатун жадидатун болады. Иә, бұлар үшінші жақтың дамирлері болып есептеледі. Үшінші жақтың дамирлері болып есептеледі, сестры, солай ғой. Үшінші жақтың дамирлері болып есептеледі. Немесе муттасилдар. Мысалы, бәйтуху жәмилун. Оның үйі әдемі. Немесе бәйтухә жәмилун. Оның үйі әдемі. Ее дом красивый дегенді білдіретін. Бұл үшінші жақтың дамирлері, сестры. Иә, осылай қылып жазып алуларыңызға болады, иншалла. Бөліп қоятын болсақ. Бұлай етіп. Әл-мутакаллим. Ол бірінші. Екінші әл-мухатаб. Және үшінші әл-ғоиб. Үшінші жақтың дамирлері, сестры. Осылай қылып жазып алуларыңызға болады. Жаңағы айтылған шарықтағы нәрселердің барлығы осында берілген. Домаир. Местоимениялар дегенді айтылады. Енді иншаллах еғроптарын қарастырайық. Мысалы, еғроптарын отдельно айтайық енді, иншалла. Мысалы, әна толибун. Мен студентпін. Әна. Оған не дейміз? Дамирун мунфасилун дейміз, е? Мунфасилун. Бөлек жазылатын дамир. Дамирун мунфасилун. Мабниюн аля сукун. Фи махалли роф мубтада дейміз. То есть, бұл дамирлердің барлығы мабнилер, дамирлердің барлығы мабни. Ешқайсы моғрып емес, оған тікелей мубтада, анау деп айтпаймыз екен. Олардың барлығы мабнилер. Сосын, олар мабнию аля сукун. Және фи махалли роф мубтада дейміз. Жалпы, біздер айттық қой ең бастарында осы сабақтардың, что мубтада бізде мағрифа дедік, основасында мағрифа дедік, е? Енді, мына жерде әнаға біз мағрифа дей аламыз ба? Дей аламыз. Неге? Себебі, сестры, дамирлер мағрифан тізімінде өткенде біздер қарастырғанда болды. Ол не еді? Әл-артикль қосылған сөз еді, дамирлер еді, местоимение деп айттық, исім ишаралар дедік, сестры. Исім ишараларды қостық. Сосын әлемдерді қостық. Әлем деп жаңағы адамның аттары, жер судың аттары, атаулар, жалқы есімдер деп айттық қой, жалпы. Осылардың барлығы мағрифалардың тізімінде дедік, барлығы мағрифа. Әл-артиклі сөзге қосылса, ол мағрифа бола ма? Болады, нақтылайды, конкретизируется етіліп қалады. Дамирлер осы тізімде болған еді, сестры. Дамирлерді осы тізімде болған еді. Мысалы, әна деген ол мен, мен. Мен мағрифа, ол, конечно, конкретно это, конкретно, және тағы үлкен ертең кітаптарда өтесіңдер, иншалла, что осы мағрифалардың тізімінде, сестры, дәрежелері бар. Қайсы более анығырақ, қайсы более конкретный деген мәселенді сол уақытта біле жатарсыңдар, иншалла, что дамирлерді, минутку. Так, продолжим. Сол үлкен кітаптарда, сестры, әлі біле жатарсыңдар, что мағрифалардың өздерінде, мағрифадағы сөздердің, соларды да постепенен бөледі, что более конкретно деген сияқты. Соның ішінде дамирлер бірінші орында тұрады, сестры. Жалпы дамирлер неге? Потому что мен десек, ол мен, басқасы емес. Мысалы, алям десек, ол Мұхаммад, мысалы, Мұхаммад деген адамның аты, Мысалы, Мұхаммадтар, мысалы, бір ғана Мұхаммад емес қой, көп қой, мысалы, көп. Сондықтан да, ол қай Мұхаммад? Жалпы Мұхаммад, бірақ қай Мұхаммад? Ана Мұхаммад, мынау Мұхаммад деген сияқты, То есть бұл да нақты, конкретный, бұл да мағрифа. Бірақ мағрифалардың ішінде мағрифасы, как бы бірінші орында осылардың ішінде дамирді қояды. Түсінікті ма? Мен десек, ол мен, сен десек, ол сен, басқа емес деген сияқты. Точно, мен басқа мен жоқ қой, басқа сен жоқ деген сияқты.
Понимаете? Сол себепті дамирлердің да жаңағы өздерінің жаңағы дәрежелерінде бірінші орында, негізі осылардың ішінде, осы тізімде дамирлер бірінші орында тұр. Сондықтан әна дегенге біз фи махали роф мубтада деп тікелей айта аламыз. Себебі бұлар мағрифа. Дамирлер өздерімен өздері мағрифа, сестры, еске түсірдік. Әрі қарай толибун бізде болады хабар марфуғун ва аламату рофхихи ад-дамма. Оңай, осылай айтылады, сестры, иғроптары. Әрі қарай кеттік. Бұл дамир мунфасилдар еді. Так, яул мутакалимді алып кетеміз иншалла, потому что бұл сендерге повтор сабақтар болғасын. Негізі яул мутакалимді жалпы группамен, жалпы онлайн курста оқығанда бөлек өтетін едік, иә. Ал қазір иншалла сендерге бұл қайталау болғандықтан бұны бере береміз. Мысалы, жамилун, бәйти жамилун, менің үйім әдемі, мысалы, иә. Осы бұл сөйлемді қарастырайық. Енді біз айттық, что яул мутакалим өзінің алдына, өзіне ыңғайлы етіп, кәсіра қойып жүреді дедік, я? Яул мутакалим өзінің алдына ыңғайлы етіп, өзіне яға ыңғайлы кәсіра, әрине. Сол кәсіраны алдына қойып жүреді. Және ол қосылып жазылғандықтан сөзге, сөздің өзінің харакатын, соңғы әріптің өзінің харакатын жасырып тастайды дедік, я? Жасырып тастайды. Мына жерде негізі бәйт және плюс я қосылды, я? Яны бөлек жасасақ, біз қандай мына жерде харакаты шығады? Мысалы, бұны иғроптағы орнынан анықтаймыз, сөзір. Иғроптағы орнынан анықтаймыз. Мысалы, бәйти жамилун, ол үй туралы айтып жатыр, менің үйім туралы айтып жатыр, соның ішінде, я? Сондықтан бәйт деген сөз әрине муптаданың орнында. Муптаданың орнында, я? Мына жердегі жасырынып тұрған харакат, значит, бізде не? Дамма, я? Потому что муптада всегда марфуғын деп айттық. Соны иғропта әрине сөйтіп айтамыз, сестры, қазір. Енді иғропта бәйте деп бірге иғроптамаймыз ғой, бөлеге иғроптаймыз, я? Бәйтті отдельно аламыз. Потому что ол отдельно сөз, сонда бәйту деп аламыз. Оған муптада болады. Ол муптада, әрине. Муптада марфуғын ва аламату рофхихи ад-дамма. Я? Бірақ ол дамма не дедік? Жасырынып тұр дедік, я? Ол жасырынып деген сөз мұқаддара, подразумевается, то есть біз ол жерде тек қана не істейміз? Меңзейміз, былай айтқанда, ол дамманы меңзеп айтамыз. Себебі ол бізге көрінбейді, захир емес, захир деген явный деген сөз, ол көрінбейді да. Сондықтан рофхихи ад-дамма, я, дамма, әрине, бірақ ол әл-мұқаддара. Және оған не себеп болды оның жасырынуына? Мәнаға мин зухуриха, оның көрінуіне кедергі болған не ол? Иштиғолул махалли деп айтады. Иштиғолул махалли бил харакатил мунасибати ли яил мутакаллими ва хуа мудоф деп айтады. Ол не деген сөз? То есть мунасибати, то есть байту бұл жерде муптада марфуғын уаламат рофхи дамма әл-мұқаддара мәнаға мин зухуриха, оған көрінуіне кедергі болған иштиғолул махал, занятость место. Иштиғол деген занятость место, махал деген место, занятость место. Я, мына жерге дамманың явный болып көрінуіне не болды? Әрине, біз бұл жерде занятость место, орынның бос болмауы. Я, немен бос болмауы? Бил харакатил мунасибати я ил мутакалим. Я ул мутакалимге ыңғайлы харакат себебінен. Түсінікті ма? Ыңғайлы харакатпен я ул мутакалим үшін. Сонымен бұл жерде занят болып қалды. Я, соны біз мына жерде иғропта айтады, оның дамманың көрінуіне сол бізге кедергі болған екен. Соны иғропта дәл сол күйінде айтады, сестры. Және уахуа мудоф, әрине дамирлер исім сөзбен қосылғанда идофаны құрайды. Дамирлер исім сөзбен қосылғанда идофаны құрайды, сестры. Соны ескереміз.
Уахуа мудоф болады. Енді яул мутакаллимді айтамыз. Әрине, оны бөлек еғроптаймыз. Дамирун муттасилун деп айтамыз. Ол уже бірге жазылатын дамир. Муттасил мабниюн аля сукун, өзі сукунмен, алдына кәсіра қойса да, бірақ өзі сукунмен жүреді әрдайым. Әрине басқа харакатпен келетін моменттер бар, екі сукун кездескен уақытта деген сияқты, оны иншаллах алдағы уақытта өтесіңдер. Жалпы сукунмен. Аля сукун фи махалли жар мудофун илейхи. Әрине, ол идофа болғандықтан фи махалли жар мудофун илейхи деп айтамыз, сөздері. Яул мутакаллим мудофун илейхи болып табылады. Жамилун, бұл жерде хабар. Марфуғун ва ғаламату рафхихи ад-дамма. Түсінікті, мынау бірінші жақтың дамирлеріне еғробы екен. Бірінші жақтың дамирлерінің еғробы, сөздері. Так, әрі қарай. Мысалы, хәзәл китабу ли дегенде қалай айтылады? Хәзә, бұл жерде исім ишара. Мабниюн аля сукун фи махалли роф мубтада. Әл китабу исім ишарадан кейін келген, алиф лам артикльмен келген. Ол бізде не болады? Ол бізде бәділ болады, әрине. Бәділ марфуғун ва аламату рафхихи ад-дамма. Әл-лам. Ләмді сөздері отдельно, әрине ол харф жар, отдельно қарастырады. Оған айтамыз харфу жаррин мабниюн алал касри ла махалла лаху минал иғроб. Яул мутакаллим. Оған дамир деп айтамыз. Муттасил деп айтамыз. Мабниюн аля сукун фи махалли не болады? Харф жардан кейін келген кез келген нәрсе бізде исім мажрурдың орындалады. Исім мажрур. Фи махалли жар исім мажрур деп айтамыз, сөздер. Фи махалли жар исім мажрур деп айтамыз. Енді біз әр қайсысын сөздерді бөлек-бөлек қарастырдық. Бөлек-бөлек қарастырдық. Бұл жерде хабар енді әрине вашибухул джумля болады. Вашибухул джумля ли деген харф жардан және исім мажрур екеуі қосылған фи махалли роф хабар болады екен. Ли деген харф жар мен исім мажрурдың қосындысы бізге шибхул джумляны беріп, бұл сөйлемде хабардың орнын алып тұр. Бұл түсінікті ғой? Сұрақтарыңыз болса, менен сұрайсыңдар иншалла. Бұл бірінші жақтың дамирлеріне болған еді. Енді әнтә, мысалы, табибун. Тоже әнтәні бөлек айтатын болсақ, оған дейміз дамир мунфасил, мабни, олар мабни, және бұл жерде мабни сөзі иғроб жасағанда сөз немен бітіп тұрады, соны харакатты сол положениен жазамыз. Сукун болса сукун, фатха болса фатха, аяғында не тұр? Әнтә алал фатхи. Алал фатхи фи махалли роф мубтада болады. Фи махалли роф мубтада болады. Әнти болғанда фи мабниюн алал касри фи махалли роф, мысалы. Ал енді байтука дегенді қарастыратын болсақ, жамилун сенің үйің әдемі деген мысалды айтатын болсақ, байту бұл жерде мубтада. Әрине үй туралы айтып жатыр, бірақ сенің ба, менің ба, ол уже қосымша идофадан келетін мағына. Мубтада марфуғун ва аламату рафхихи ад-дамма ва хуа мудоф. Вал каф деп бізге айтуға болады. Вал каф деп айтуға болады иғробта. Вал кафу деп просто кафтың атын айтып, немесе кафул мухатаб деп более точнее айтуға болады. Кафул мухатаби ол дамирун муттасилун мабниюн алал фатхи фи махалли жар мудофун илейхи болады. Фи махалли жар мудофун илейхи.
То есть дамирлер исім сөзбен қосылғанда идофаны құрайды сестр. Исім сөзбен қосылғанда идофаны құрайды. Алдындағы сөз мудоф, дамирлер мудофун илейхи болып жүреді. Бұл түсінікті ғой? Жақсы. Так, ары қарай үшінші жақты да қарастырып кететін болсақ, мысалы хуа, я? Хуа мухандисун. Ол инженер. Біз айтамыз хуаға. Тағы да дамирун мунфасилун. Бұл иғроптың реті, я, сестр, жасайтын иғроптың реті. Хуа дамирун мунфасилун мабнiyun алал фатхи фи махалли роф мубтада дейміз. Мубтада деп айтамыз екен. Хия болатын болса, дамирун мунфасилун мабнiyun алал фатхи фи махалли роф мубтада. Хия болса да осылай екен сестры. Жақсы. Енді муттасыл дамирлерді қарастырайық. Муттасыл дамирлерді қарастырайық. Үшінші жақта мысалы байтуху жамилун, оның үйі әдемі деген жағдайда байту жазсақ мубтада марфуун ва аламату рофхи ад-домма ва хуа мудоф. Енді әл-хау деп атын айтуға болады, просто алфавитте келген аты, я, әл-хау деп. Немесе более точно қандай ха деген сұрақ тумас үшін хаул-ғоиби деп айтуға болады. Хаул-ғоиби деп точнее айтуға болады. Дамирун муттасилун мабнiyun алат домми, алат дом, әрине, байтуху ху деп айтып тұрмыз, я. Фи махалли жар мудофун илейхи болады екен. Фи махалли жар мудофун илейхи болады. Бұл түсінікті ғой? Енді байтуха деген мәселені айтатын болсақ, осы жерде байтуха жамилун деген мысал келетін болса, ха деп өзін айтуға болады. Немесе хаул ғоибати деп женский родта екенін білдіріп, оған дамирун муттасилун, худың орнында ха тұратын болса, мабнiyun аля сукун, сукунға бітіп тұр, аяғы алиф, я, алиф ешқандай харакатта қабылдай алмайды. Мабнiyun аля сукун фи махалли жар мудофун илейхи болады екен. Фи махалли жар мудофун илейхи. Бұл түсінікті, я, бұл дамирлердің бізде иғроптары болып табылады. Әрі қарай жалпы дамирлерді қарастырдық. Әрі қарай бізде тақырып инди. Ашайық шарықты иншалла. Так, шарық бойынша бізде инди және ли. Жаңа айттық, ол ләмға харф жар қосылған. Ал инда дегеніміз сестр зорф. Инда дегеніміз ол зорф. Инда зорф болып есептеледі. Плюс оған не қосылған? Әрине я ул мутакаллим қосылған. Және ол инданың өзінің харакатын, фатханы әрине я ул мутакаллим келіп жасырып тастағанда инди болып қалғанын білеміз, е? Инда зорф сестр. Инда зорф, аллам ол харф жар. Енді бұл неге бірге келген тақырыпта? Себебі бұлардың мағыналары бір-біріне жақын. Мағыналары бір-біріне жақын, е? Мынау да менде, в принципе, осылай айтылады. Енді мына жерде шарх бойынша бізге не дейді? Инди ли гойрил ақыл дейді. Менде кітап бар дегенде, мысалы, инди китабун деп айтамыз дейді. Инди сағатун, инди дарроджатун деп айтамыз дейді. Ал ли дегеніміз лил ақыл дейді. Ли ухтун вахидатун, ли ибнун ва бинтун, ли уммун ва абун деген сияқты. Лил ақыл дейді. Наны ли гойрил ақыл дейді. Я, менде кітап бар десек, индамен айтамыз екен дейді. Енді бұл жерде кішкене, бұл әрине дұрыс, просто бір қосымша айтатын нәрсе бар. Қандай нәрсе? Себебі ли дегенді, мысалы, ли гойрил ақылда қолданылады сестр. Ли деген менде деген сөз.
ли ғойрил ақылда қолданылады. Және инди дегенді мына жерде лил ақылдаға да қолданылады негізі. Просто бұл жерде бір разница бар. Оның жаңа қолданысында бір разницасы бар. Қандай? Мысалы, мен мына жерде инди китабун, менде кітап бар деп айта аламын, немесе ли китабун деп те айта аламын индидің орнына. Неге? Оның разницасы қандай? Біз айттық, инди китабун дегенде менде кітап бар деген сөз. Ал ли менің кітабым бар деген сөз. То есть, инди деп айтатын болсақ, бұл кітап, мендегі кітап, ол менікі болуы мүмкін, немесе менікі, личный өзімдікі, менің иемде, менің иемшілігімде, иелушілігімде болмауы мүмкін. То есть, инди китабун десек, менде кітап бар. Менде кітап бар, болды. Ол менікі ма, басқаныкі ма, это уже айтылмаған. Индида неизвестный, инди деп айтсақ, менде кітап бар. Мысалы, менде кітап бар десем, сендер түсінбейсіңдер, ол менікі ма, біреудікі ма, әйтеуір менде бар болды, Ал ли мен айтатын болсақ, ли китабун дейтін болсақ, менің кітабым бар. Ол ләм деген жаңағы принадлежностьті білдіретін дедік қой, иемдену мағынасында. Значит, бұл ли китабун десек, менің кітабым бар, менде кітап бар, және ол менікі дегенді білдіреді. Түсінікті ма? Инди мен лидің қолданыстағы именно кішкентай разницасы бар осындай. Түсінікті ма? Бірақ тек қана ли ғойрил ақылда қолданылады екен, ли деп айта алмайды екен деген сөзі емес. Түсінікті ма? Осындай бір қосымша айтатын нәрсе бар. То есть, инда деп айтсақ бізде кітап бар, мысалы, кез келген нәрсе, сағат, дорожа, мысалы, велосипед менде бар, болды. Менікі ма, ол менікі емес па, неизвестно мына жерде. Инда неизвестно. Ал ли мен айтатын болсақ, это значит, менікі точно, менің емшілігімде және менде бар дегенді білдіреді. Осындай разницасы бар. Және екінші момент мына жерде ли ухтун вахидатун, әлләмді. Не дейді? Лил ақыл дейді. Дұрыс, әрине, менің бір апам бар дегенді білдіреді. Ли ухтун вахидатун, менің бір апам бар дегенді білдіреді. Және бұл жерде әлләмді қолданғанда, сестры, именно туыстық қатынаста менің бір апам бар, мысалы, туыстық қатынаста айтады. Ал инда мен айта алам ба? Инди ухтун вахидатун деп айта алам ба? Айта алам, бірақ оның мағынасы кішкене басқаша болады. Қалай? Менің апам бар емес, менде бір сестра бар. Болды, ол бір сестра болды, ол менің жанымда, менің үйімде олсын, менің жанымда олсын. То есть, ол туыстық қатынасты білдірмейді. Инди ухтун вахидатун деп біз туыстық мағынада айта алмаймыз. Менің бір апам бар деп жоқ. Менде бір сестра бар, менде бір апа бар, ол апа менің жанымда, немесе үйімде, в общем айтқанда. Понимаете, сестры? Ал именно туыстық қатынаста әлләмді қолданылады. Мысалы, инди дойфун деп айта аламын. Мысалы, менде қонақ бар, дойфун, менде қонақ бар, ол менікі емес қой, просто менде қонақ бар айта аламын, менде, ол менің үйімде жанымда осын айта аламын да. Понимаете? Сондықтан инданы лил ақылда қолданылуға болады. Осындай кішкене айтатын нәрсе бар екен. Так, мына жерде мысалдар келтірілген. Мысалы, әләка ахун, сенің ағаң бар ма деп айта аламыз дейді. Бұл дұрыс дейді. Ағиндака ахун деп айта алмаймыз дейді. Әрине, туыстық мағынада айта алмаймыз. Ал жалпы сенде аға бар ма, сенің жаныңда, үйіңде аға бар ма деп айта аламыз. Түсінікті ма? Ондай мағынада бұл сахих, дұрыс. Ағиндака китабун, сенде кітап бар ма дейді. Айта аламыз. Әрине. Ал әләка китабун деп айта алмаймыз дейді. Жоқ, бұл жерде мен келіспейміз, себебі әләка китабун, сенің кітабың бар ма, жалпы сенде кітап бар ма деп біз айта аламыз, сестры, және бұл мағынасы қандай дедік? Иемдену мағынасында сенікі, ол сенікі, сенде кітап бар ма деп сұрай аламыз. Бұл жерде бұл қосымшаларды неге айттық? Себебі кітапта, иншаллах, сендер өткен болсаңдар, кітаптағы мысалдарда, жаттығулардың ішінде ли дорожатун деген сияқты нәрселер бар екен, иншаллах, себебі сол себепті біздер осы қосымшаны мен сендерге айтып отырмын. Әрі қарай шархты бүгін біздер бітіреміз, иншаллах. Наверное, да. Сосын барып иғроптарын отдельно аламыз шығар, иншаллах. Шархты оқып тастайық. Сосын келесі сабақта, иншаллах, инда мен зорфтарды, маға дегенде зорф, солардың иғроптарын, және әрине осы 10-шы сабақ күрделі екенін білесіздер, 10-шы сабақ күрделі екенін білесіздер.
сол 10-шы сабақта әрі кішкене 1-2 сабақ, 2-3 сабақ әлі отырамыз. Маға деген бірге дегенді білдіреді. Хараджа Хамидун маға Халидин. Шықты Хамид Халидпен бірге. Захабат табибу мағал мухандиси. Кетті врач инженермен бірге, вместе дегенді білдіреді, вместе мысалы. Аишату мағаха заужуха. Аиша онымен бірге, оның күйеуі. Маға зорф. Зорфтар сөздері основасында не? Основасында олар жаңа айында деген сияқты мағада основасында олар мансуб, насып септігінде, олар кәдімгі насып септігіндегі зорфтар. Зорф мәкән мансубун ва аламату насбихил фатха ва хуа мудоф, себебі өзінен кейін мудофун илейхи талап ететінін білеміз. Осы жерден себебі мағадан кейін міне бұл жерде не? Халидин әл-мухандиси деп касрамен келіп тұр. Ары қарай мән мағака я Алию, сенмен бірге кім? Али дейді, о Али. Мағи замили дейді, менімен бірге менің жаңағы коллегам немесе класстасым. Маға Халидин дұрыс дейді, маға Халидун әрине дұрыс емес, себебі біз айттық, мағадан кейін обязательно мудофун илейхи болу керек деп. Ары қарай Аишату мағаха заужуха. Аиша оның қасында күйеуі. Аишату маға ху заужуха. Бұл дұрыс емес дейді, себебі маға ху деген бұл жерде мужской родқа айтылған, не? Ха деп біз Аиша туралы айтуымыз керек, сондықтан ха десек, ол дұрыс болады. Ары қарай мән мағака я Али, мағи замили дұрыс дейді, ал мән мағака я Али, мағака замили деп әрине бұл жерде де бұл қате кафта кеткен, сенің қасында кім? Али, сенің қасында менің класстасым емес, менің қасында деп яун мутакалимді қосып айтуымыз керек екен. Ары қарай маға Халидин маға мудоф дейді. Халидин мудофун илейхи, әрине бұлардың еуропын иншаллах келесі сабақта береміз достар. Ары қарай әл-ғаламул музаккарул махтуму бита иттанис ла юнауану дейді. Не дейді? Әл-ғалам дейді. Әл-музаккар, то есть имена собственные мужского рода дегенді білдіреді. Жалпы осы мына тақырып ереже түрінде бізге берілген. Әл-ғаламул музаккарул махтуму бита иттанис ла юнауану не дейді? Имена собственные мужского рода, заканчивающиеся или оканчивающиеся на та женского рода, то есть та марбутаны айтып тұр, бұл жерде женский родтың тәсі деп. Ля юнауану, не принимает тануин дейді. То есть бұл мысалы хамза, хамзату, та марбутаға бітіп, бізде та бұл жерде женская, та уттан нес деп айтып тұр ғой, та женская. Ля юнауану, бұл аттар, ер адамның аттары болса да, бұл не? Тануинді қабылдамайды. Тануинді қабылдамайды. Мысалы, Мухаммадун, Хамзату, Халидун болса, Толхату, Махмудун болса, Муауияту, Хусейнун болса, Усамату, Хамзатун, Хамзату дұрыс болады, Хамзатун деп айтсақ дұрыс емес. Толхату деген дұрыста, Толхатун деген дұрыс емес болады екен. Осындай араб тілінің жаңа кішкентай ережесі бар екен сөздер. Маға зорф макан валисмул лази бa'даху majrurun bil kasra дейді. Маға дегеніміз ол зорф макан болып табылады, және одан кейінгі исім, одан кейін келген тұрған исім ол не? Majrur bil kasra, себебі бұл идофаны құрайды екен. Осымен 10-шы сабақ бітті. Бірақ иншалла 10-шы сабақта айтылмай қалған нәрселер бар. Келесі сабақта иншаллах айындаға, мағаға, басқа да нәрселерге иншаллах еуроптарды аламыз және әрине жалғастыратын боламыз. Так, осымен тоқтаймыз иншалла. Субханаке Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Джазакумуллаху хайран ва баракаллаху фикум.